Hi kids, today we are going to learn about adjectives. So adjective, as you know, it's a word that describes the quality of a person, animal, place or thing. Ja, өзіміз білетіндей сын есім дегеніміз ол адам, жануарлар, мекен немесе заттың сыны мен сапасын білдіреді. For example, this monkey is fat, small, red, young. Яғни барлық сын есімдер мына маймыл туралы бізге қосымша ақпарат беріп тұр. So, and we have two forms of adjectives, comparative and superlative adjectives. Today we will repeat the comparative adjectives. Comparative adjectives сын есімнің салыстырмалы шырайы. For example, I'm bigger than you. Мен саған қарағанда үлкенірекпін. Яғни сын есімнің салыстырмалы шырайын біз екі затты, жануарды немесе адамды бір-бірімен салыстыру үшін қолданамыз. Салыстырмалы шырайдың жасалу жолдары. First, көп жағдайда сын есімге er жалғауын жалғаймыз. For example, long, longer. Сын есімге er жалғадық. Осылайша бізде сын есімнің салыстырмалы шырайы пайда болды. Long, longer, ұзын, ұзынырақ. Old, older, small, smaller. Бұл ереже бір буыннан тұратын сын есімдерге қатысты. Келесі жағдайда, егер сын есім и дыбысына аяқталса, біз r дыбысын жалғау арқылы салыстырмалы шырай жасаймыз. Er емес, тек қана r дыбысының өзі. Мысалы, cute, cuter, large, larger, nice, nicer. Көріп отырғанымыздай, тек қана қандай дыбыс жалғадық? R дыбысын. Үшінші ереже бойынша, егер екі буынды сын есім y дыбысына аяқталса, онда біз y дыбысын I дыбысына өзгертіп er жалғаймыз. For example, busy, busier, happy, happier, lazy, lazier. Неге er? Себебі сын есім қандай дыбысқа аяқталып тұр? Y дыбысына аяқталып тұр. Сол себепті y дыбысының орнына I дыбысын қойып er жалғадық. Lazy, lazier. Төртінші ереже бойынша бір буынды сын есім A, T көріп отырғанымыздай дауысты және дауыссыз дыбыстарға аяқталса, онда біз соңындағы дауыссыз дыбысты екі еселейміз. Fat, fatter. Бір буынды сын есімнің соңғы екі дыбысы дауысты, дауыссыз, яғни соңғы дыбысты екі еселейміз. Hot, hotter, sad, sadder. Бірақ төмендегі қызылмен жазылған сөзге мән береміз. W, егер сын есімнің соңғы дыбысы V, яғни W әрпіне аяқталса, онда біз оны екі еселемейміз. Бұл осы дыбысқа ғана қатысты ереже. Окей. So, қайталап өтетін болсақ, сын есімнің салыстырмалы шырайын жасау үшін біз сын есімге er дыбысын жалғаймыз және зәнді міндетті түрде қосуымыз керек. Чем, чище чем, оған қарағанда. Cleaner than. So, жасау жолы формула бойынша сын есім, оған er жалғауын жалғаймыз және зән сөзі қосылады, осылайша бізде салыстырмалы шырай пайда болады. Егер сын есім екі немесе одан да көп буынды болса, біз er жалғай алмаймыз. Оның орнына сын есімнің алдына more сөзін қосамыз. More exciting, more expensive, etc. Let's practice. For example, traveling by plane is than a car. Ұшақпен саяхаттаған көлікке қарағанда қымбатырақ. Қымбат сөзі expensive. Екі буыннан көп. Expensive. Сол себепті ереже бойынша біз не істейміз? Қандай сөз қосамыз сын есімнің алдына? More. So, traveling by plane is more expensive than a car. Келесі мысалдарды қарап шығамыз. So, thank you for your attention and good luck.